Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Жазғы демалыстарыңыз сәтті өтті деп ойлаймын. Тамыз кеңесіне қош келдіңіздер. Бүгінгі тамыз кеңесіндегі менің тақырыбым қашықтықтан оқыту кезінде Google Forms арқылы графикалық емтихан сұрақтарын қалай құрастыруға болады. Спикер мен Талдықорған қаласындағы география пәні мұғалімі Кенжебаев Арман Серікұлы боламын. Яғни мақсат бүгінгі Google Forms функцияларымен танысу, емтихан тапсырмаларын осы Google Forms'та құрастыру, емтихан жұмыстарын оқушыларға жіберу, оқу жұмыстарын Google Forms'та тексеру. Қолданатын құралдар Google Forms болады. Уақыты 5-7 минутқа созылады. Енді Google Forms қайда орналасқан, ол туралы қысқаша ақпаратты айта кетейін. Сіздің Google'да аккаунтыңыз болу керек. Қазір бәрінде Google'да аккаунт бар. Болмаса оны құрастырып алу өте оңай. Осы көп нүктеге басқан кезде сізде Google'дың өнімдері шығады. Мысалы, менің почтам kenarser@gmail.com болады. Бұл Google Forms'тың қайда орналасқандығын көрсететін слайд болған. Енді соны қазір нақты тәжірибе жүзінде көрсетейін. Google'ды ашамыз, яғни браузерде Google'ды ашқаннан кейін мына жердегі көп нүкте деп отырған осы жер, осы көп нүктеге басып, төмен қаратай түсіріп, документті басамыз. Документті басқаннан кейін бізде мына жерде Word документтер шығады. Бұл жерде өзіңіздің сақтап қойған документтеріңіз немесе басқа да документтер бар. Енді документтің ішінде мына форма деген бар. Мына көп үш жолақшаға бастым. Соның ішінде осы Google Forms осы жерде орналасқан. Енді Google форма біз ашқаннан кейін жаңа пустой файлды қалыптастырамыз. Соның ішінде новая форма деп тұрады. Новая форманың ішінде енді уақытты барынша үнемдеу үшін мен сіздерге алдын ала жазып дайындап қойдым. Соларды қазір осында тезірек жазып тастайын. Новая форма деген жерге біз емтиханға дайындық дейміз. Описание деген жерге сұрақтарды мұқият оқып, тапсырмаларды орындаңыз деп жазамыз. Бұл оқушыларға бағытталады. Енді арғатай сұрақтарды құрастыру кезінде біз мына плюсик батырмасына басамыз. Осы жерде енді Google Forms'тың құралдары шығады. Мына жерде вопрос, варианттар тұр. Один из списка. Мына жерде осы жерге бассаңыз, сізде бірнеше вариант ұсынады. Один из списка деген бұл тест тапсырмасын құрастыру. Текст деген строка бұл қысқа жауапты талап ететін тапсырмалар. Абзац деген бұл сипаттау, талдауға арналған тапсырмалар құрастыруға болады. Несколько из списка дегеніміз тағы да тест тапсырмалары, бірақ та бұл жерде бірнеше варианттарды таңдауға болады. Енді біз емтиханға дайындықты бастаймыз қашықтықтан, бірақ алдын ала қай оқушы кім екендігін білуіңіз үшін сіз сыныбыңызды мына жаққа тест тапсырмасы ретінде один из списканы басып сыныпты таңдайсыз. Өйткені сіз бірнеше 12-ші класстарға беруіңіз мүмкін. 12А дейміз, 12А және добавить другое. Бұл жерде 12B дейік. Один из списка дейміз да, мына жақта обязательно вопрос дегенді қосып қоямыз. Сонда оқушы қай сыныпта екендігін бірінші таңдайды, 12А ма, 12Б ма. Келесі сұраққа өту үшін біз тағы да мына плюс батырмасын басамыз. Сол кезде бізде осындай сұрақтар шығады. Енді бізге оқушының аты жөні керек. Оқушының аты жөнін біліп алу керек. Өйткені сізге кейін жіберген кезде қай оқушы екендігін анықтау үшін. Енді один из списка емес, текст строканы таңдаймыз. Краткий ответ мына жерге өзінің аты жөнін жазады. Мысалы, Кенжебаев Арман деген сияқты. Обязательно вопросты қосып қоясыз. Енді біз осы маңызды екі сұрақтан кейін нақты емтихан тапсырмаларын құрастыруға көшеміз. Бірінші тест сұрағын құрастырып көрейік. Один из списканы таңдаймыз. Одан кейін мына жақта енді бұл тест тапсырмасы әрине бізде білу және түсінуге бағытталады. Бұл жерде варианттарын ұсынамыз қазір. Бірнеше варианттар бар. Мысалы, бұл сұрақтың өзі картадағы атмосфералық қысымның сызықтары қалай аталатынын анықта дейді. 1 балл бересіз. Бұл жерде оқушы таңдау керек. Изотерма деп жазайық, мына жаққа изогета деп жазайық. Екінші вариант ретінде. Үшінші вариант ретінде біз изобараның өзін жазайық. Осылай оқушылардың варианттарын қоса берсеңіз болады. Изобар. Арғатай 7-8-ге жеткізіп, один из списка емес, ол жерде несколько из списканы таңдасаңыз да болады.
Ары қарата кеттік. Бұл енді тест тапсырмасы болды. Тағы да плюсик батырмасын басып, енді сіздерге қысқа жауапты тапсырмалар құрастыруды, графикалық тапсырманы енгізуді көрсетейін. Мына жақта бізде мынандай тапсырма бар дейге. Тапсырмаларды алдын ала дайындап қойған жөн. Төртінші суретте көрсетілген картадан қандай ақпарат алуға болады, жауабыңды дәлелде. Оқушы осы сұрақты оқыған кезде ойланып қалуы мүмкін, енді төртінші сурет қайда деген сияқты. Енді осы жерде мына изображение батырмасын басып, біз обзор дегенге басып, алдын ала JPEG форматында сақталған суретті енгіземіз. Міне енгізіп жатырмыз. Қазір ол шығады мына жақтан. Міне шықты. Міне төртінші суретте көрсетілген. Төртінші суретіміз мынау. Картадан қандай ақпарат алуға болады, жауабыңды дәлелде 2 балл. Бұл енді қысқа жауап болғандықтан біз один из списканың ішінен строканы таңдаймыз. Енді оқушы жазады. Бұл жерде енді жауабын өздеріңіз нақты біліп отырсыздар, обязательно вопрос дегенге қосып қоясыз. Енді сипаттамасы бар, түсіндірмесі бар жауапты графикалық тапсырманы енгізіп көрейік. Ол үшін де мынандай жастық жыныстық пирамидаға арналған біздің сүйікті тапсырмаларымыз бар. Соны енгізейік. Алдағы уақытта графиктің формасының өзгеруіне әсер ететін 2 факторды атаңыз және графикте көрсеткен зардаптан түрлерін түсіндіріңіз. Бұл жерде тағы да мына ортасындағы иконкаға басып, обзорды басып, мына жақта жастық жыныстық пирамидадан енгіземіз. Енгізгеннен кейін бізде міне сұрағымыз енді толық болды. Один из списка емес, бұл тест болады. Абзац, текст, абзац деген басамыз. Текст, абзац уже развернутый ответ кетеді. Оқушылар толыққанды жауап беру керек осыған. Енді мына жерде оқушыларға айтуы мүмкін, ағай, мына жерде сызылмаған ғой, немесе апай, мына жерде бос орындарды не істейміз десек, онда Байбурт Нұржанның Снагид программасы арқылы осы жастық жыныстық пирамиданы жасап шығуға тапсырма беріңіз. Проблема жоқ ешқандай. Міне осылай графикалық тапсырмаларды енгізіп, оқушылардан сізге ответін жіберуді сұрайсыз. Енді мына тапсырмаларды құрастырып шықтық. Соны біз алдын ала көреміз. Мына просмотрды басамыз. Просмотрды басқан кезде біз мынандай оқушыларды дәл осылай көрінеді. Емтиханға дайындық, сыныбыңыз таңдаңыз деген кезде оқушы таңдайды. 12 екенін аты жөнін жазады, мысалы. Жазайық Арман деп мысалы. Картадағы атмосфералық қысымсыздықтардың қалай аталатынын анықта, изобара дейді. Мысалы, мына жерге өзінің ответтерін жазады. Одан кейін мына жаққа да өзінің ойын жазады и сізге отправить етіп жібереді. Көрдіңіз бе? И және сіз бұл сұрақтарды құрастырып қойдыңыз. Одан кейін бұл осы жерде автоматты түрде сақталады. Енді қалай жіберу керек? Мына жерде отправить батырмасы тұр, соған басасыз. Сізде 3 вариант ұсынады. Біріншісі почта арқылы, екіншісі ссылка арқылы, үшіншісі HTML код арқылы. Ыңғайлысы осы ссылка арқылы. Ссылкаға басып, короткий URL дегенге бассаңыз, сіздер қысқарып қалады ссылка. Соны алып, оқушылардың чатына жібересіз. Болды, оқушыларда содан кейін осылай көрінеді. Мынау предпросмотр оқушыларда осылай көрінеді. Оқушылар сіздерге жауаптарын жібереді. Енді жауаптарды сіз қайдан көресіз? Ответы деген жерге бассаңыз, сізге осы жерде оқушылардың жауаптары шығады. Оқушылардың жауаптарын тексеріп, кері байланысын беріп, ары қаратай жұмыстарын жақсартуға ұсыныс айтсаңыз болады. Ары қаратай енді создать таблицу деген жақсы функция бар. Осыған бассаңыз, оқушылар бұл жерде бірақ оқушылар барлығы сізге ответтерін жібергеннен кейін бассаңыз жақсы болады. Өйткені осы жерде сізге кесте түрінде қай оқушы, қай сыныптан қандай варианттармен жіберді, соның бәрі сізге нақты көрініп тұрады. Міне қашықтан оқыту кезінде Google Forms функциясын қолданып, біз ары қаратай емтихан жұмыстарына дайындықты жүргізе беруімізге болады. Әрине офлайнға жетпейді, бірақ та осындай мүмкіндіктерді пайдаланып, біз оқушылардың біліктілігі мен білімін одан ары қаратай тереңдетіп, емтиханға дайындығымызды жалғастыра беруге болады екен. Жақсы әріптестер, офлайн режимде аман есен кездескенше сау болыңыздар.